Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгінгі айтатын тақырыбым ингаляторлар жайлы болмақшы. Көп жағдайда менен сұрап жатады, осы ингаляция жасасақ болады ма, ингаляцияны немен жасаймыз деген сұрақтар қойып жатады. Сол үшін осы туралы видео түсірмек болдым. Ингалятор бұның өзінің түрлері болады. Бірінші түрі ол компрессионный деп аталады. Екіншісі ультразвуковой, өнген меж ингаляторлар қазіргі шығып жатқан. Солар туралы айтпақшымын. Компрессионный ингаляторларымыз, бұлардың артықшылықтарына келетін болсақ, бұған барлық дәрілерді де, сұйықтықтарды да қойып жасай беруге болады. Бір минусы, бұның дауысы өте қатты, сол үшін балаларда қорқуы мүмкін осының даусынан. Екінші жағынан оны алып жүру өзіңізбен бірге ауыр болуы мүмкін, және де ол тоққа салатын болғандықтан оны әрбір жерде, мысалға пойызда болсын, басқа бір жерлерде, мысалға қыдыратын болсаңыздар да өздеріңізбен бірге алып жүруге ыңғайсыз болады. Бұл компрессионныйды көп жағдайда үй жағдайында, болмаса ауруханаларда қолданады. Екінші түрі ол ультрадыбыстық ингаляторлар. Бұл ультрадыбыстық ингалятордың көп жағдайда тек қана физиологиялық раствормен жасауға мүмкіндік бар. Бұған дәрілерді қосатын болсаңыз, бұл ультрасы арқылы өзінің бір минусы, дәрінің өзінің свойствосын дейміз, құрамын өзгертіп жіберуі мүмкін. Сол үшін бұны тек қана ингаляция жасау кезінде ғана, физиологиялық раствормен жасау кезінде ғана қолдануға өте пайдалы болады. Үшінші түрі бұл меж ингаляторлар. Бұлар қазіргі шығып келе жатқан ингаляторлар. Бұлар дәрінің өзі жаңағы әсер ету, мысалға бронх болсын, өкпеге болсын, жақсы дәрінің құрамын өзгертпей, сол жерге бірден әсер етеді. Бұған физиологиялық растворды да, дәріні де қоя беруге болады. Енді ингаляторды қандай кезде біз қолданамыз? Мысалға, ингаляторды көп жағдайда мұрын мен тамаққа дейінгі ауруларда қолдануға болмайды. Мысалға, ринит кезде, мұрыннан су аққан кезде, тамақ қызарған кезде, тамақ іріңдеген кезде, мысалға, ондай кездерде ингаляторды қолданбаймыз. Ингаляторды қандай кезде қолданамыз? Бұл кезде, яғни жұтқыншақтан төмен, яғни ларингит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит және пневмония кездерінде қолданамыз. Себебі ауыз көп жағдайда тамағы қызарды или кішкене болса да жөтеліп қалды деп ингаляция жасап жатады. Бұл жасаудың қажеті жоқ. Себебі сіз балаға одан сайын қиыншылық жағдай тудырасыз. Және де немен жасаймыз ингаляцияны? Ингаляцияны жасауға болмайды. Бар жоғымен жасамаймыз, минеральный заттармен жасамаймыз, шөптермен жасамаймыз. Ингаляцияны жасайды тек қана физиологиялық раствормен, натрий хлорид ерітіндісімен, пульмикортпен, бередуалмен, венталинмен. Енді амбромен жасауға болады, және лазалванмен жасауға болады. Тек қана сыртында ингаляцияға арналған деген жазуы болатын болса ғана жасайсыздар. Және де көп жағдайда мысалға физиологиялық раствормен жасап жатады, 0,9%. Мен сіздерге кеңес берер едім. Бұны жасар кезде мысалға 5 мл-лық, 2 мл-лық ампуладағы физиологиялық раствормен жасау керек. Себебі сіздер мысалға 200 мл-лық, 100 мл-лық физиологиялық растворды ашып шприцпен жасайтын болсаңыздар, ол жерге түрлі бізге көзге көрінбейтін бактериялар бар, микробтар бар. Солай ішіне кіріп, жаңағы раствордың ішіне өзінің құрамын өзгертіп, стерильность бұзылуы мүмкін. Сол үшін ингаляция жасаған кезде, физиологиялық раствормен жасаған кезде, арнайы ампуламен жасаған өте дұрыс болады. Ол жаңағы 5 мл-лық және 2 мл-лық. Лазалван, мысалға, лазалванмен жасап жатады. Лазалванмен жасаған кезде де, болғанда да
раствормен жасаған кезде міндетті түрде раствордан кейін, ингаляциядан кейін балаға дренажный массаж жасау керек. Және де тағы да бір айта кететінім пульмикорд. Пульмикорд бұл гормональный препарат болып есептеледі. Бұдан кейін, гормоннан кейін жасағаннан кейін міндетті түрде ауыз қуысын шайқауға кеңес беремін. Енді бұл пульмикордтың, беридуалдың өзінің баланың салмағына байланысты береді. Сол үшін өз беттеріңше ем қабылдауға болмайды. Және де өзінің курс дейді, курс лечениясы бойынша, мысалы, қанша күн, бір күнде қанша уақытқа дейін, және де қанша минутқа дейін жасау керектігін толық дәрігермен ақылдасып, келісіп, өкпесін тыңдау кезінде ғана жасауымыз керек. Жедел бронхит айттым, жедел бронхит кезінде, пневмония кезінде, бронхиолит кезінде ғана, яғни төменгі тыныс алу жолдары кезінде ғана ингаляцияны жасаймыз. Ал жоғарғы тыныс алу жолдарындағы ауру кезінде жасауға мүлде болмайды ингаляцияны. Егер де сіздерге осы ингаляция жайлы барлығын түсінікті түрде айттым деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса қойып кетіңіздер, лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар, ауырмайық.